адам баласының ең аяулы да даналық пен мейірім мекені жүрек екен. Менің тұлға ретінде қалыптасуымда және ұстаздық жолымда өмірдің қан тамырларына нәр берген ол мектебім. Менің жүрегімдегі мектебім, менің алтын ұям, білімнің нәрін берген, өмірге жолдама сыйлаған, қазіргі кезде еңбек жолымның жалғасы болған Абай облысы Семей қаласындағы нөмір 15-ші жалпы орта білім беретін мектеп. Бұл мектепте алғаш әріптерді таныдым. Білім мен өнер шыңының баспалдақтарынан өттім. Мұғалімдер әулетінен шыққан соң, анам осы мектепте 30 жылдан аса уақыт абыройлы қызмет етті. Мен де ұстаздық жолымды мектебімде жалғастырып келемін. Күнде табалдырығын аттаған сайын, бала кезімнен ұстаздық жолыма дейінгі өмір лентасы көз алдыма келеді. Білім шуағын төккені, бақытты балалық шағым, мектептің өркендеуіне отбасының ұстаздық қызметі, мектебімнің тәлімді де тағылымды өнегесі мені ұстаздық жолға алып келді. Өзім оқыған алтын ұямда қызмет ету мен үшін үлкен бақыт, абырой, үлкен жауапкершілік екенін сезінемін. Сондықтан енді ұстаз ретінде мектебімнің гүлденуіне өз үлесімді қосқым келеді. Менің ойымша, талант тек әнші, суретші, немесе басқа да шығармашыл маман иелерінде ғана емес, мұғалімде де болу керек. Осы ұстаз бойындағы таланттың арқасында педагогикалық шеберлік айқын көрініс табады. Өз ісін жетік меңгерген маман ретінде еңбегі мақталып, биылғы жылы оқу-ағарту министрлігі ұйымдастыратын республикалық үздік педагог 2023 байқауының жеңімпазы атандым. Облыстық үздік педагог жеңімпазы және қала бойынша бірінші орын иегері атандым. Бұл ұстаздықты өнер ретінде қабылдап, өнерлі, дарынды шәкірттерді тәрбиелегенімнің жемісі деп білемін. Мектебімнің өркендеуіне қосар үлесім үздіксіз даму бағытын таңдау деп есептеймін. Үздіксіз даму арқылы озық ұстанымдарды меңгердім, басшылыққа аламын, біліктілікті арттырып, білімімді жетілдіремін және оқытудың новаторлық әдіс-тәсілдерін әріптестер арасында қолданысқа енгізу бойынша жұмыс жасап келемін. Жеке тәжірибемде педагогикалық еңбек өтілім 12 жылдан асты. Мектепте жұмыс істеп жүргеніме 6 жыл. Сонда әр 2 жыл сайын мерзімінен бұрын біліктілік санатымды арттырып келемін. 12-ден аса біліктілікті арттыру курсынан өттім. Оның ішінде 7 пәндік құзыреттілікті дамыту курсынан бөлек халықаралық ағылшын деңгейі, TOEFL ITP, TOEFL IBT және түрік тілін А1, Б1, С1 деңгейлерін меңгеру бойынша үздік сертификат иегері атандым. Және үнемі білім мен біліктілікті жетілдіруге ұмтыламын. Халықаралық, республикалық, облыстық ғылыми басылымдарға жүйелі түрде мақалаларым жарық көреді. Мақсатым орта мектепте ғылымды дамыту. Гуманитарлы ғылымдар магистрі бітіргеннен кейін биылғы жылы білімімді жетілдіру мақсатында филология мамандығы бойынша PhD докторантурасының мемлекеттік грант иегері атандым. Соңғы 3 жылдың ішінде 500-ден аса халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық тәжірибе тарату алаңдары, кәсіби байқаулар, кәсіби пән олимпиадалары, конференциялар мен семинарларға қатысқаным үшін және оқушыларының жетістіктері үшін марапаттар алдым. 2023 жылы Ыбырай Алтынсарин академиясы ұйымдастырған қазақ тілі мен әдебиеті ұстаздарының креативті әдістемесі бойынша байқауда бірінші орын алдым.
Оқушыларым мен әріптестерім арасында және өрлеу біліктілікті арттыру орталығымен бірге облыстық білім басқармасы мен облыс қала ұстаздарына креативті жазуға дағдылану, ғылыми жобаны жазу мен жобалау, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту бойынша шебер сынып, тәжірибе алмасу алаңы, ашық сабақтар, шеберлік сыныптарын өткізіп, өз тәжірибемен бөлісіп отырамын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде ғылыми жобаларды жазу, ғылыми ойлау дағдыларын дамыту бойынша авторлық бағдарламам апробациядан өтіп, облыс қала көлемінде ұстаздардың қолданысында жүр. Аталған бағдарламам бойынша халықаралық, республикалық, облыстық конференциялар мен басылымдарда Ыбырай Алтынсарин атындағы академия хабаршысында мақалаларым жарық көрді. Менің ойымша, аналитикалық ойлаумен бірге бүгінгі таңдағы ұстазда шығармашылық ойлау дағдысы да болу керек. Қазақ тілі мен әдебиеті маманы болғандықтан, әлем әдебиетін, көркем әдебиеттерді көп оқимын. Және жаңадан жарық көрген романдар мен шығармаларды қоғамда насихаттауға атсалысамын. Әдебиет сүйер қауым да мені айтыскер ақын, жазба ақын деп таниды. Көбінесе шығармашылығымды бұқаралық ақпарат құралдарында, Facebook әлеуметтік желісінде жариялап отырамын. Республиканың түпкір-түпкірінен ризашылық пен оң пікірлер жазылып, өлеңімді сүйер қауым өз қалауларынша дыбыстап таратып жатады. Телевизиялық ақындар антологиясы бағдарламасына және басқа да сұхбаттарға ақын ретінде шақырып түсірілім жасалынады. Оқушы кезімде өзім оқыған, қазірде жұмыс жасап жатқан мектебімнің атынан шығып, оқушылар айтыстарының, мүшәйралардың бас жүлдесі мен жүлделі орындарын алған едім. Сол себепті мектеп мақтаныштары тақтасына қойған болатын. Бұл да мен үшін үлкен мәртебе болды. Сондықтан менің жүрегімдегі мектебім, менің шабыт мекенім, қайнар бұлағым, өнерімнің бастауы басталған жер ретінде де ыстық. Кәсіби жетістіктерге жеткен ұстаз балаға өзін танытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде қарай отырып, оқушының тұлғалық дамуына бағытталған өзара әрекеттің табысты болуына жол ашады деп ойлаймын. Сондықтан республикалық, облыстық, қалалық ғылыми жоба байқауларының жеңімпаздарын 6 жыл қатарынан тәрбиелеп келемін. Оқушым Жақсыбергенова Жанель республикалық, облыстық, қалалық ғылыми жобалар жеңімпазы атанса, Серікқалиқызы Қарақат, Шарипова Айзада, Жұмағалиев Ақтілек, Бақтынова Нұрай, Қалиева Айша қалалық, облыстық ғылыми жобалар байқауларының жүлдегерлері. Республикалық ғылыми жоба байқауында өз білімін дәлелдеген оқушыларым. Оқушыларым пән олимпиадасының жеңімпаздары. Білім мен тәрбие егіз ұғым болғандықтан, оқушыларды сабақтан тыс уақытта шығармашылықпен айналысуына бағытталған жас қалам, жас ақындар мен жазушылар үйірмесін аштым. Үйірме мүшелері айтыс, өлең, әңгіме, фанфик, новелла жанрлары бойынша балалар әдебиетінің бағыттарын дамытуға үлесін қосып келеді. Шығармалары облыстық, қалалық баспа беттерінде жарық көрді. Қалалық, облыстық, республикалық айтыстардың жеңімпаздары тәрбиелеп келемін. Үйірме мүшелерінің шығармалар жинағы жарық көрді. Белгілі ақын жазушылармен кездесулер өткізіліп тұрады. Бұл оқушылардың үздіксіз даму мен жаңашылдыққа деген құмарлықтарының көрінісі. Кәсіби маман рефлексивті педагог. Шет елдің білім беру жүйесін зерттеу мен зерделеу мен халықаралық тәжірибені меңгеру, пікір алмасу маңыздылығы мені жиі толғандырады. Себебі бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі керек. Ал ол тәжірибелерді шәкірттерінің бойына дарыту мәселесі ұдайы ойландырады. Еңбек жолында Жасұлан Ерлер лицейінде педагог ұйымдастырушы қызметінде жүріп, түрік тілі үйірмесін ашқан болатынмын.
Бүгінде осы үйірмеден тәлім алған Бағдәулетов Асқар Түркия еліндегі Академия Карахарб оқулы жоғары оқу орнының грант иегері атанып, 2022 жылы тамамдады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық ұланында жақсы қызметте жұмысын атқарып жүр. Әлем ұстазы ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, басқа ұлттар мен елдердің дүние танымына құрметпен қарайтын, әлемдік тенденцияларға ілесе білетін, бірнеше шет тілдерін меңгерген, креативті, сыни ойлау дағдыларын қалыптастырушы болу керек деп санаймын. Менің жүрегімдегі мектебімді, алтын ұямды, кәсіби жетістіктерінің арқасында республика, облыс, қала деңгейінде көтерсем, енді әлемдік деңгейде танытқым келеді.